Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да мен. В общем, бізде осындай жаңалықтар болып жатыр. Сезон басталып жатыр. Балапандарға күн суықта тұратын осындай брудерстердің. Брудерді осындай датчикпен жылайды іші, өзі өшеді, бір температура барғанда өзі қосылады. Білетін кісілер біледі, білмейтін кісілерге в общем обзор. Осындай включатель бар отдельно. Жарықтыкі, мына жерде инфракрасный лампа тұр, сонымен жылайды в общем іші. И бұның қызық жері міне осындай встроенный кормушкасын қосып жасадым. Осындай есіктерін жауып қоятын, екі жағында ілгектері бар. Ішінде осындай балапандарға арналған сетка, оцинкованный сетка, шірімейтін. Ішінен қарағанда міне осындай болады. В общем, мына жерден жем саламыз, и мына жақтан басын тығып жем жейтін болады. Мына жерде тоже бетінде пленка, мына жерде қалың. Бұл керек кезде алынып тасталады, міне. Керек болса алып тастайсыздар. Керек болмаса бұрап қоясыздар. В общем, қыста пленкамен тұрады, жаздың күні күн ыстықта ішінде ыстық болмас үшін пленкасын алып тастауға болады. В общем, осындай кішігірім бір тірлік бастадым. Енді құс ұстайтын кісілер біледі, бұның не екен. Брудер деген осындай күн суықта нағыз балапандарда өсіретін ящик қой. Астында міне осындай балапандардың нәжістер түсетін жер. Нәжіс деп айта берейікші. Өткенде бір боқ деп айтам деп бір-екі кісі ұрысқан комментарияда. Тезегі деп айт, басқа деп айт деп. В общем, жалпы осындай бір кішігірім жұмыс басталды. Енді мынау брудерді мен, по идее, уже клиент табылды бұған. Сатып жіберетін шығармын, скорее всего. Осындай қолым бос кезде осындай да жұмыстармен айналысатын деп шештім. Осы брудерді қалай істегенім, размері бәрі қызық болса, комментария жазыңыздар. Қалай істегенімді видеоға түсіріп тоже салатын болам, егер қызық болса. Жалпы енді ағашпен жұмыс істей алатын адам болса, бұның қиын ештеңесі жоқ. Бірақ бұрын істеп көрмеген кісілер істеймін деп кірісетін болса, осының видеосын тоже қалай жасалынғанын сала кететін болам. Жалпы бағасын беріңіздер. Қалай болды? Ұнады ма, ұнамады ма? Қандай кемшіліктері бар? Соның бәрін айта кетіңіздер. Жалпы бізде осындай жаңалықтар болып жатыр. Амандықта кездескенше сау саламатты болыңыздар. Аман болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.